Сәлем озат оқушым, бүгін бізде 10-шы сабақ жуан және жіңішке дауысты дыбыстар жайлы өтеміз. Бірінші жаттығу өлеңді мәнерлеп оқы. Балақайлар әні. Ардақтаймыз атаны, аялаймыз әжені, атам қандай ақылды, әжем қандай әдемі. Атам, атам, ататай, ойнақтайды ботатай, әжем, әжем, әжетай, шүпірлейді шөжетай. Авторы Баянғали Әлімжанов екен, иә. Енді бұл өлеңдегі шүпірлейді деген сөз бір жерге көп жиналу деген мағынаны білдіреді екен. Өлеңде кімдер туралы айтылған дейді. Өлеңде ата мен әже туралы айтылған, иә. Балақайлар өздерінің атасы мен әжелері жайлы айтқан екен. Енді осы ата, әже, бота сөздеріндегі дауысты дыбыстарды ата, олардың жуан немесе жіңішке екенін айт дейді. Ата сөзіндегі дауысты дыбыстар а дыбыстары, иә, олар жуан дауысты болады. Себебі а деп біз жуан айтамыз. Әже сөзіндегі дауысты дыбыс ә және е. Бұлар бізде жіңішке дауысты дыбыстар болады. Бота сөзінде о және а. Олар дауысты жуан дыбыстар. Мінекей жуан дауысты дыбыстар бізде а, о, деген дыбыстар бізде жуан дауысты дыбыстар екен. Осыны есте сақтап алайық, иә, осы 4 әріпті. Екінші жаттығу көркем жаз сөздердегі дауысты дыбыстарды жуан ба жіңішке ме дейді. Енді аталар сөзі ақылдың көзі дейді. Осыны дәптерге қатесіз көркем жазып аламыз. Бұл жерде а, деген әріптер олар жуан дауысты дыбыстар болады. Ал деген әріптер жіңішке дауысты дыбыстар болады, иә, сөзі, көзі деген сөздердегі. Үшінші жаттығу берілген әріптерден бірнеше сөз жаса дейді. Бірінші гүлдегі берілген әріптен біз жол, тор, қол, сол, қос, тоқ, тос, соқ, жоқ деген сөздер жасай аламыз, иә. Бұл сөздердегі дауысты дыбыстар о деген дыбыс қана болады, иә, ортасындағы. Ол бізде жуан дауысты дыбыс болады. Енді келесі екінші гүлдегі әріптерден біз тез, бел, жер, зер, ел, тер, жел, бер, бет, рет деген сөздер құрай аламыз. Бұл сөздердегі дауысты дыбыс бізде ортасындағы е дыбысы екен, иә. Е дыбысы бізде жіңішке дауысты дыбыс болады, себебі біз е деп жіңішке түрде айтамыз, иә. Ал о деп айтылған дыбыс бізде жуан естіледі екен. Сол себепті ол жуан дауысты дыбыс болады. Жуан дауысты дыбыстарға а, о және деген дыбыстар жатады. Міне қызылмен жазып көрсетіп қойдық гүлдердің жанында. Осы әріптерді жаттап, есте сақтап алайық. Бұлар жуан дауысты дыбыстар. Біздің бүгінгі сабақ осымен аяқталды, озат оқушым. Каналға тіркелмеген болсақ, тіркеліп алайық. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.